Қайырлы күн, оқушылар, қайырлы күн болашақ химиктер. Кезекті сабағымыз. Біз негізінен бірінші тарауда есеп істегенді үйренеміз, химияның негізімен танысамыз. Дәл сондай сабақтың бірі, химияда өте көп кездесетін есептің бірі бұл сағатымыз ерітінділер тақырыбына арналады. Ерітінділердің қарапайым есептері, қарапайым реакциялар. Ең алдымен ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз не? Ерітінді. Мысалы қараңыз. Бір стакан су. Су үстіне әкеп қантты салсаң. Бұл не болады? Қант ерітіндісі болады, қант ерітіндісі болады. Ал енді бір стакан су, егер тұз салсаң, бұл тұз ерітіндісі болады. Тұз ерітіндісі. Естеріңізде болса біз айтқанбыз. Сабақтың бірінші сағатында стаканмен көрсетіп тұрып, қоспа екі түрге бөлінеді дегенбіз. Не деп? Әртекті қоспа және біртекті қоспа. Енді осы ерітіндіге қарайықшы, қайсысына жатады? Қанттың ерітіндісі біртекті қоспа ма, әртекті қоспа ма? Қант суға еріп кеткенге біз біле алмаймыз, оның қант екен, тұз екен, таза су екен, тура сол сияқты. Тұзда ондай болатын болса, бұл біртекті қоспа. Ең алдымен ерітінді ол не деген сөз? Біртекті қоспаға жатады. Біртекті қоспа. Біртекті қоспа. Біртекті қоспа. Ал енді біртекті қоспа. Тағы қандай? Бұл жерде су бар, тағы қант бар. Яғни суды біз не деп айтамыз бұл жерде? Су бізде не болады? Қандай рөл атқарады? Еріткіш, су еріткіш. Еріткіш, ал қант бізде не? Еріген зат. Еріген зат, еритін зат. Еріген зат. Ондай болатын болса, ерітінде екі түрлі компонент болады. Кемінде екі түрлі компонент болады. Біреусі еріген зат, екіншісі еріткіш. Еріткіш. Ондай болатын болса, ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз еріткіштен және еріген заттан тұратын. Еріткіштен және еріген заттан тұратын біртекті қоспа. Ерітінді дегеніміз еріткіштен және еріген заттан тұратын біртекті қоспа. Біз бұны ерітінді деп атаймыз. Ерітінді деп атаймыз. Ерітіндіден бөлек енді біз болашақта көреміз, суспензия деген бар, эмульсия деген бар, арнайы оны қарастыратын боламыз. Онда ерітінді дегеніміз не болды? Еріткіштен және еріген заттан тұратын біртекті қоспа. Біртекті қоспа. Енді ондай болатын болса, осы ерітіндіге байланысты. Енді былай қарайық. Мына жерде 100 грамм су бар. 100 грамм су бар. Оған әкеп қостың қанттан қант 20 грамм. Ондай болатын болса, еріген зат қанша грамм? Еріген зат. Масса еріген зат қанша грамм енді? 20 грамм. 20 грамм. Масса су, яғни су бұл жерде не? Еріткіш. Еріткіш бізде қанша грамм? 100 грамм. 100 грамм. Онда ерітінді қанша грамм? Масса ерітінді қанша грамм деген. Енді екеуінің қоспасы ғой, жалпы қоспа. Сондықтан қоспа ерітінді қоспасы 120 грамм деген сөз. 120 грамм. Онда бұдан шығады. Масса еріген зат қосылған масса еріткіш шығады масса ерітінді. Масса ерітінді. Еріген зат міне бізде 20 грамм, қосылған еріткіш 100 грамм, тең 120 грамм. Бұл енді ерітіндіге байланысты бірінші формула естеріңізде болсын. Масса еріген зат бөлінген масса еріткіш шығады масса ерітінді. Енді бұдан басқа
Енді осы еріген заттың массалық үлесі деген дүние бар. Массалық үлесі деген дүние бар. Енді массалық үлесі көрген кезде біз көргенбіз. Масса таза заттың масса қоспаға қатынасы деген сияқты. Бұл жерде таза затымыз не зат? Еріген зат, еріген зат. Масса еріген зат бөлінген масса ерітінді. Яғни ерітінді дегеніміз бізде не дедік? Bir текті қоспа дедік. Ерітінді көбейтілген 100%. Біз бұл формуланы істетеміз. Енді сіздерге естеріңізге сақтап аларлық нәрсе. Bir нәрсе бар, құрметті оқушылар. Еріткіш тек қана су бола ма? Жоқ, еріткіш тек қана су бола бермейді. Судан басқа нәрселерде еріткіш болады. Мысалы, спирттерде ериді, спирт еріткіш болады. Бензин еріткіш болады. Болашақта көресіңдер, бензол еріткіш болады. Басқада еріткіштер бар. Судан басқада еріткіштер бар. Сондықтан еріткіш тек қана су деп ойлап қалмаңыздар. Енді қандай затта ериді дегенде болашақта біз қарастыратын боламыз. Бұл массалық үлестің формуласы. Бұл нәрсені еске сақтабаңыздар, құрметті оқушылар. Енді біз осы формулаларға, осы дүниелерге есеп істеп көрейік. Сонымен бірге басқа біз формулаларда ескеріп есеп істейтін боламыз. Құрметті оқушылар, онда біз осы формулаларға есеп істеп көрейік. Осы жағдайларға есеп көрейік. Массасы 15 грамм қантқа 200 грамм су құйған кезде пайда болған ерітіндінің массалық үлесін табыңыз дейді. Бізде нені сұрап тұр? Массалық үлес сұрап тұр. Еріген зат қанша бізде? Қант 15 грамм. 15. Ерітінді қанша бізде? 15 грамм қант плюс 200 грамм су. Көбейту 100%-ға тең. Не шығады? 15 бөлінген 215 шығады. 6,98 Міне, еріген заттың массалық үлесі 6,98. Оп-оңай есеп істей салуға болады. Жазып реттеп отырамыз. Келесі. Құрамында 45% ас тұзы бар 300 грамм ерітіндідегі тұздың массасы. Бізде массалық үлес берілді. Массалық үлес бізде қанша пайыз? Бізде массалық үлес берілді. Массалық үлес қанша пайыз? 45%. Ерітіндінің массасы берілді. Масса ерітінді. Қанша грамм? 300 грамм. Бізде тұзды сұрап тұр. Яғни масса еріген заты тұрап тұр. Еріген затты. Онда біз түрлендіріп аламыз. Масса еріген зат неге тең? Масса еріген зат формула бойынша еріген зат тең. Массалық үлес көбейтілген масса ерітіндіге тең. Ондай болса масса еріген зат. Бұл жерден тұз, масса еріген зат. Массалық үлес қанша? 45%. 45%-ды санғайландырып аламыз, естеріңізде болсын. 45%-ді санғайландырсаң 0,45 көбейтілген ерітіндінің массасы 300. Тең болады 45 түшкі көбейте салсаң 135 грамм. Онда тұздың массасы құрамындағы 135 грамм деген сөз. Осылай таба салуға болады. Так. Келесі есеп. Фенолды микроорганизмдердің жоятын антисептик әсеріне байланысты медицинада зарарсыздандыру үшін қолданылады. Тамақ өнеркәсібінде антиоксидант ретінде пайдаланады. Бұл енді фенолдың қолданысы туралы айтып отырған сөз. Фенолдың массалық үлесі беріліп тұр. Қанша дейді? 0,15 дейді. 0,15 дейді. Бұл енді 15% деген сөз ғой. 15 болатын 200 грамм ерітіндісін дайындау үшін масса ерітінді қанша грамм дайындау керек? Ерітінді 200 грамм. Дайындау үшін қажетті
фенолдың массасы. Тура алдында қазіргі істеген есеп сияқты ерітінді берілді, массалық үлес берілді. Бізден нені сұрап тұр? Еріген затты, яғни еріген зат бұл жерде фенолды сұрап тұр. Фенол тең массалық үлес көбейтілген масса ерітінді. Ерітінді тең болады 0,15 көбейтілген 200 тең шығады 30 грамм. Осылай есепті істей беруге болады. Келесі есепті көрейік. 516 миллилитр суда 22,4 литр қалып жағдайда күкірт сутек ерітілген ерітіндідегі H2S-тің массалық үлесін тап. Бізде не берілді? Көлем су берілді. Қанша? 516 миллилитр. 516 миллилитр. Сонымен бірге көлем H2S берілді. 22,4 литр деді. Енді естеріңізде болсын. Бізде есепте формаларды берілген кезде массалық үлес дегеніміз бізде масса еріген зат, масса ерітінді деп тұрмыз ғой. Бізде бұл жерде естеріңізде болсын. Бәрі масса. Яғни бізде бірақ мына есептің берілгенде көлем беріліп тұр. Сондықтан көлемді әдетте массаға айландырып алуымыз керек. Енді бұл жерде су, сұйық зат, H2S қатты зат. Енді суға байланысты айтатынымыз. Судың тығыздығы әдетте 1 грамм миллилитр болады. 1 грамм миллилитр болады. Сондықтан масса дегеніміз тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі деген формуланы қарайтын болсақ, тығыздық 1 болғандықтан масса мен көлем бір-біріне тең. Сондықтан 516 миллилитрді 516 миллилитр енді көрсете салайын 1 грамм миллилитр. Миллилитр мен миллилитр қысқарып кетеді да, неше шығады? 516 грамм шығады. Сондықтан естеріңізде болсын. Судың көлемі мен массасы тең. Қанша миллилитр десе сонша грамм деп, литр десе килограмм деп ала беруге болады, қорықпай. Ал енді H2S дегеніміз газдың массасын тауып алу үшін біз көлемнен алдымен зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Зат мөлшері H2S. H2S бұл В бөлінген Vm. В бізде 22,4 деп берілді. Vm бізде 22,4 ол тұрақты шама. Яғни бұл жерден 1 мол шығады. 1 мол шығады, онда масса тең зат мөлшері көбейтілген майдалық масса. Зат мөлшері 1, майдалық массасы 34 шығады, 34 грамм. Енді біз барып массалық үлес таба аламыз. Массалық үлес тең еріген заттың массасы 34, ерітіндінің массасы 34 қосылған, бізде қанша су қосылды? 516 көбейту 100%. Яғни 34-ті бөлеміз, 516-ны қоссаң 550 көбейту 100%. Алты бүтін 6,18%. Так, енді ары қарай көрейік. Әртүрлі есепті, әртүрлі сипаттағы есепті көбірек істесек, бізге машыққанымызға жеңілірек. Келесі. 400 грамм 17%-ық қант ерітіндісіне 80 грамм су, 30 грамм қант қосты. Пайда болған ерітіндіні қыздырғанда массасы 15 граммға азайып кетті. Ерітіндінің массалық үлесі қандай? Бізде не берілді? Біріншісі, масса ерітінді берілді. Берілгенде біліп алуымыз керек бастысы. 400 грамм. Массалық үлес қанша пайыз? Массалық үлес тең, массалық үлес тең. 17%. Оның үстіне қосты масса судан 80 грамм қосты. 30 грамм қанттан 30 грамм қосты. Енді бәрін қосып алғаннан кейін қыздырды. Қыздырды деген сөз су буланып шығып кетеді деген сөз. Қыздырған кезде масса, яғни минус су, азайып кеткен су қанша грамм бізде? 15 грамм. Содан кейінгі бізден нені сұрап тұр?
массалық үлес тең қанша деп сұраптыр. Массалық үлес тең қанша деп сұраптыр. Онда біз қарайық, тауып алайық. Бірінші, мынаның берілген ішіндегі еріген заттың массасын тауып алайық. Бірінші, бастаптағы ерітіндідегі еріген зат. Бастаптағы ерітіндідегі еріген заттың массасы 400 көбейтілген 0,17. 17-ні 4-ке бөлсең 68 грамм. Енді массалық үлеске қарайық. Бізде бастапта 68 грамм еріген зат бар еді. Оған қосылды 30 грамм қант. Басқа қызығы қант қосылған жоқ, 30 грамм қант қосылды. Ал бізде ерітінді 400 грамм еді. Ерітіндіге бәрі 80 грамм су, 30 грамм қант қосылды. Ерітіндіге бәрі қосылады. Одан шығып кетті. Минус болды 15 грамм су. Сол кездегі массалық үлесті тап деп тұр. Онда мына екеуін қоссаң 98. Ал мынау 480, 510. Сен қосылған 30, азайтылған 15. Яғни 495 грамм ерітінді қалды. Яғни 400 граммға 80 грамм, 30 грамм, 110 грамм қосылды, 15 грамм шығып кетті. Сосын көбейту 100% тең. Онда массалық үлес тең 98-ді 498 бөлінген 495 тең 19,8%. 19,8%. Осылай бұл жерде берілген зат қандай ерітінді берілді, не қосылды, кім қай жаққа қосылады, сол нәрселерді түсініп алсақ болды. Бұл енді кішкене біздің сөзді түсінуімізге керек болады. Келесі есепті көрейік. 150 грамм 10%-дық және 300 грамм 7%-дық ерітінділерін араластырылды. Алынған ерітіндінің массалық үлесі қанша? Бір есеп. Осы ерітіндіні буландырғанда массасы 80 граммға азайған болса, буландырғаннан кейінгі массалық үлес қандай? Мына жердегі массалық үлесті біз В1 деп омега 1 деп алсақ, мына жердегі сұраған массалық үлес бізде омега 2 деп алсақ, екі дүниені табу керек болады. Енді ондай болатын болса, бізде екі ерітінді берілді. Бірінші ерітінді бізде қанша грамм? 150 грамм. 150 грамм. Массалық үлес 10%-дық. 10%. Онда еріген зат. Масса еріген зат, біріншідегі еріген зат 150 көбейтілген 0,1. Яғни қанша грамм? 15 грамм деген сөз. Енді екінші ерітінді, масса екінші ерітінді бізде 300 грамм. Массалық үлес 7%. Бұның ішіндегі еріген зат. Масса екінші еріген зат 300 көбейтілген 0,07. 7% ғой. Шығады 21 грамм еріген зат. Онда бірінші массалық үлес, енді екеуін қоса салған кезде бірінші массалық үлес тең. Бізде еріген зат, мынада 15 грамм бар, мынада 21 грамм бар, екеуі қосылды. Ал ерітінді, мынау 150 грамм, мынау 300 грамм қосылды, ерітінділер 300 грамм қосылды. Осы кездегі массалық үлес деген сөз. Тең. 15-ке 21-ді қоссаң бізде 36, 36-ны 450-ге көбейту 100%. Тең. 36 бөлінген 450 тең. 36 бөлінген 450. 8% деген сөз. 8%. Енді екінші массалық үлесте бізде осы ерітіндіні буландырғанда масса 80 грамм азайды дейді. 80 грамм ол азаятын масса естеріңізде болсын, буландырғанда ол су ғана. Судан басқа ол қант немесе тұз буландырғанда шығып кетпейді, тек қана су шығып кетеді. Сондықтан ол ерітіндіден шығып кетеді да,
onda massалық өлшем екінші массалық өлшем. Бізде еріген зат өзгермейді, о 36 грамм еді. 450 граммнан не азайып кетеді? 80 грамм су азайып кетеді. Көбейту 100% деген. Басқа өзгеріс жоқ. Онда массалық өлшем 2 тең 36-ны бөлеміз. 450-ден 80-ді азайсаң 307. Так, 450 370 көбейту 100% тең. 36-ны 370-ке 36 бөлінген 370. 9,7%. 9,7%ға тең болады. Осылай есепті істей беруге болады. Естеріңізде болсын, екі ерітіндіні қосқан кезде еріген заттар өзара қосылады, ерітінді өзара қосылады. Осы дүниені ескеріп алсаңыз болды. Келесі есепті берейік. Массасы 4%-лық тұз ерітіндісін алу үшін 200 грамм 10%-лық ерітіндіге қосылатын судың массасы. Бізде не беріліп тұр? Масса ерітінді беріліп тұр. 200 грамм массалық үлесі 10%. Осы екеуінен пайдаланып, не алу керек бізге? 4%-лық массалық үлесі 4%-лық ерітінді алу керек. Массалық үлесі 4%-лық ерітінді алу керек. Онда біз мынаның ішіндегі еріген затты тауып алайық. Мынаның ішіндегі еріген зат тең масса еріген зат. Еріген зат, я? 200 көбейту 0,1 тең 20 грамм. Енді бізде су қосу керек. Яғни еріген зат қосылмайды. Онда массалық үлесі тең 20 грамм өзгермейді. Біз 200 граммға x грамм су қосам. Ерітіндіге x грамм су қосам. Сол кезде 4% болады. Яғни 0,04 болады. Яғни бұл сұйылту деген сөз. 10%-дан 4%-ға түсті, пайызын азайттық. Яғни сұйылту деген сөз. Сұйылтқан кезде, естеріңізде болсын, ерітіндіні сұйылтқан кезде су қосамыз. Яғни еріткіш қосамыз. Енді мына теңдеуді шеше салсақ болды. 20 тең 0,4-ті 200-ге көбейтсең 8 қосылған 0,04 2. Енді мынаны былай өткізсең, 8 былай өткізсең, 12 тең 0,04 2. Бұдан енді 2 тапсаң, 2 тең 12 бөлу 0,04 тең 300 грамм. 300 грамм. Яғни біз 10%-лық ерітіндіден 4%-лық ерітінді алу үшін қанша грамм су қосуымыз керек екен? 300 грамм су қосуымыз керек. Бұл сұйылту. Егер қоюлату болса, пайыз өрлететін болсаң, ол кезде еріген зат қосасың. Ондай мысалдарды көреміз. 15%-лық тұз ерітіндісін алу үшін 100 грамм 4,8%-лық тұз ерітіндісіне қосу қажетті тұздың массасы. Бұл жерде міне, сенің қолыңда 100 грамм ерітінді, және массалық үлесі қанша пайыз оның? 4,8%. Енді осыдан пайдаланып сен қанша пайыздық ерітінді алуымыз керек? 15%-лық ерітінді алуымыз керек. Яғни бізде ерітіндінің пайызы арту керек, қоюлану керек. Бұл кезде не қосады екенбіз? Тұз қосады екенбіз. Онда мынаның ішіндегі еріген затты тауып алайық. Еріген затты тауып алсақ, бірінші тұздың массасы, яғни бірінші берілген тұздың массасы 100 көбейту 0,048, 4,8 деген саңғайландырсақ шығады. Бұл 4,8 грамм деген сөз. 4,8 грамм. Енді жаңа ерітінді. Бізде еріген зат 4,8 еді. Ерітінді 100 еді. Бұған біз не қосуымыз керек? Тұз қосуымыз керек. Тұз деген сөз еріген зат деген сөз, е? Онда масса тұз қосуымыз керек. Тұз. Ол тұз, естеріңізде болсын, еріген затқа қосылды деген сөз ерітіндіге де қосылады. Масса тұз. Сол кезде бізде қанша болу керек? 15%. Яғни 0,15. Енді осыны шешуіміз керек. Енді 4,8 қосылған масса тұз тең
15 қосылған 0,15 масса тұз. Бұдан шығады. Сен мынаны былай еткізсең, 1-ден 0,15 алсаң 0,85 қалады. 0,85 масса тұз. Массаның орнында x алып істей беруге де болады. 15-тен 4,8 азайсаң 10,2 грамм. Енді 10,2 бөлінген 0,085 деген сөз. 10,2 бөлінген 0,85. 12 грамм. Масса тұз, мына жерге жаза салайын. Масса тұз тең 12 грамм. Яғни бастаптағы ерітіндіге 12 грамм тұз қосқан кезде оның массалық өсі 4,8%-дан 15%-ға жоғарылайды. Бұл қоюландыру. Қоюландыру үшін тұз қосамыз. Ал сұйылту үшін не қосамыз? Су қосамыз. Сұйылту үшін су қосамыз. Келесі бір есеп істеп көрейік. Екі ыдыста массалары 70 грамм және 50 грамм әр түрлі концентрациядағы қышқыл ерітінділері бар. Егер осы ерітінділерді араластырса, 42%-ді қышқыл ерітіндісі алынады. Егер осы ерітінділердің бірдей массасын араластырса, 50% ерітінді алынады. Әр ыдыстағы қышқылдардың массалық үлесін анықта дейді. Біршама күрделі есеп. Бізде екі ыдыста ерітінді бар. Бірінші ерітінді 75 килограмм. Бұның массалық үлесін W1 деп есептейік. Екінші ерітіндінің массасы бізде 50 килограмм. Бұның массалық үлесі 2 дейік. Екеуін қосқан кезде бізде массалық үлес қанша пайыз болады? Үшінші массалық үлес 42% болады. 42% болады. Бұл бірінші шарт. Енді егер осы ерітінділердің бірдей массасын араластырса, мысалы екеуінде 100 грамм деп алсақ, масса 1 100 грамм, масса 2 100 грамм болған кезде, енді бұлардың массалық үлестері сол деген сөз ғой. Бірдей массалық үлес. 100 грамм болған кезде оның массалық үлесі 50% болады. 50% болады. Үшінші массалық үлес. Онда енді бұны қалай істейміз? Енді біз осы екі жүйеден немде құрып алайық. Осы екі жүйеден теңдеу құрып алайық. V1-ді x дейік, V2-ні y дейік. X, y болады. Енді онда қараңыз. Онда мынаның ішіндегі еріген зат 75 көбейтілген x болады. 75 көбейтілген x еріген зат. Мынаның ішіндегі еріген зат 50 көбейтілген y болады. Осыны ерітіндіге бөлген кезде, яғни 75 қосылған 50-ге бөлген кезде бізде қанша пайыз шығу керек? 0,42% шығу керек. 42% шығу керек. Ал енді бұл бірінші жүйе. Мынадан пайдалансаң екінші жүйе. Мынаның ішіндегі еріген зат, біріншісіндегі еріген зат 100 көбейтілген x, екіншісіндегі 100 көбейтілген y, екеуін 200-ге бөлген кезде шығады 0,5. Енді осы екі жүйені шеше салуымыз керек. Осы жерден x, y-тің мәнін тапсақ, ары қарай ол еріген заттың массасын таба салу қиын емес. Ана жерден енді таба салайық, шеше салайық. Құрметті оқушылар, мен маркердің түсін өзгертіп. Бірінші теңдеу 75x қосылған 50 y тең. Мұны екеуін қоссаң
75-ке 50-ді қоссаң бізде 125. 75-ке 50-ді қоссаң 125. Көбейтілген 0,42 тең 52,5 болады. 52,5 болады. Ал енді мынаны бөлсең 100x қосылған 100y, 100x қосылған 100y тең 200-ді 10-ға көбейтсең 100 шығады. 100 шығады. Онда x қосылған y тең 1 деген сөз. Енді екеуінің зат мөлшері пайызы 1 деген сөз ғой, енді ол түсінікті. Енді осы теңдеуді мына екінші теңдеу дейік, мынау төртінші теңдеу дейік. Осы екінші теңдеу мен төртінші теңдеуді шешіп алайық. Енді онда болса жазып алыңыздар. Біз жаңа бетке істейік. Яғни бір теңдеу бізде не болды? 75x қосылған 50y шығады 52,5. 75x қосылған 50y тең бізде 52,5. 52,5. Сонымен бірге бізде x қосылған y тең 1. Екі теңдеуді шешейік. Енді мына екінші теңдеуді 50 көбейтсең 50x қосылған 50y тең 50. Онда мынадан алсаң 25x, мынадан алсаң 0, мынадан алсаң 2,5. Онда x тең шығады 2,5-ті 25-ке 2,5 бөлінген 25, 0,1, 0,1, онда ал енді y, онда 0,9 деген сөз. 0,9 деген сөз. Екеуі бірге тең ғой бізде. Онда енді бастаптағы ерітінді. Бізде бастаптағы ерітіндіміз қандай еді? 75 кг және 50 кг екі түрлі ерітінді бар болатын. Онда бізде бірінші қышқылдың массасы, бірінші еріген зат, бірінші қышқылдың массасы. Бірінші қышқылдың массасы, бірінші қышқыл. Бізде 75 көбейтілген ерітіндіні. Массалы қосқанша бізде 0,1 тең болады. 7,5 килограмм деген сөз, килограмм. Екінші қышқылдың массасы, бізде олдың массалы өзі 90%. Яғни 50 көбейтілген 0,9 тең 45 килограмм деген сөз. Екі ыдыстағы қышқылдың массасын осылай тауып аламыз. Енді бір шама күрделі есеп. Сіздерге енді күрделі есеп беріп, кейде миларыңызда шынықтырғанға дұрыс. Енді бұншалық күрделі есеп ұбт-да кездеспегенмен де күрделі есеп істеп үйреніп көрсеңіздер, кей оңай есептер істеуге тіптен де жеңіл болады. Сондықтан әдетте олимпиадалық есептерді сол үшін шығарады. Құрметті оқушылар, онда бүгінгі қарапайым ерітіндінің есептерін осымен тәмамдайық. Келесі сағатта біз ерітіндінің бұдан басқа формалылары, мариялық концентрацияға қатысты, тығыздыққа қатысты есептерін істейтін боламыз. Келесі сабақ кездескенше қош аман болыңыздар.